Барыңызға қайырлы күн достар, сіздер менің Гүлжанат, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге пломбир кремнің жасау жолын көрсетемін. Бұл крем негізі пломбир тортының арнайы кремі болып табылады. Бұл кремнің дәмі кәдімгі пломбир балмұздағына өте қатты ұқсайды. Бұл крем балды торт, Наполеон торттарына, молочный девочка сияқты торттарына өте жақсы үйлеседі. Өте дәмді крем. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, менімен бірге болыңыздар. Пломбир кремін дайындау үшін бізге қажет заттар бұл сүт, 2 жұмыртқа. 2 жұмыртқаны біз қазір сарысын бөліп аламыз. Тек қана сары уызын ғана пайдаланамыз. Қант қажет және де крахмал. Ең алдымен біз сүтімізді құйып алдық. Осындай газге қоятын ыдысқа енді жаңағы біздің сары уызымыз бен ақ уызымызды ажыратып аламыз бірінен. Ақырындап ажыратамыз. Сары уызымызды жұмыртқаға қосамыз. Үстіне қант қосамыз. Және де біздің крахмалымызды қосамыз. Крахмалды ұнмен алмастырса да болады. Жақсылап венчикпен араластырамыз. Содан соң газын ең жай отына қойып, қоюланғанға шейін осы газды ұстайтын боламыз. Газде қойған кезде менде осындай от жанып тұр. Әрдайым араластырып тұру қажет. Өйткені асты күйіп кетуі мүмкін. Сол себептен де үздіксіз араластырып тұруды қажет етеді бұл крем. Қараңыздар, менде шамамен 15 минуттай өтті. Осылай қоюланды. Енді біздің жұмсақ сары майымызды саламыз. Осының барлығын бірден қосып жібереміз. Жақсылап араластырамыз. Біздің сары майымыз ішінде өзі ериді. Астын өшірдік. Біз оттың астын өшіреміз сары май саларда бұрын. Және де жақсылап араластырамыз. Міне бізде араласты. Енді газден түсіріп. Газден түсірген соң осы пищевой пленкамен контакт жауып қоямыз. Содан соң бөлме температурасында толықтай суытатын боламыз. Толықтай суытамыз. Біздің қайнатпалы массамыз суыды. Тез суы үшін мен сияқты бөлек басқа ыдысқа құйып қойсаңыздар да болады. Өйткені металл ыдыста ол жай суитын болады. Ал енді біздің мына кілегейімізді қоюланғанша миксерлейтін боламыз. Менің каналымда осы кілегеймен жұмыс жасау жөнінде видео сабақ бар. Міндетті түрде қарауға кеңес беремін. Ссылкасын видеоның астына қалдырдым. Міндетті түрде қараңыздар. Крем кішкене ғана қоюлана бастаған кезде біздің жаңа қайнатпалы массамызды салып отырамыз. Қасықтап салатын боламыз. Біздің қайнатпалы массамыз толықтай бөлме температурасында суы қажет. Өйткені салқын кілегеймен араластырған кезде егер қайнатпалы масса жылы немесе ыстық болса, онда біздің креміміз іріп кетеді. Пломбир креміміз дайын. Осындай қоюлықта болып шығады. Қатты қою болмайды. Ол өзі осындай сұйық болады. Бұл крем жаңағы басында айтып кеткенде балды торт, Наполеон торттарына, молочный девочка, пломбир торттарына өте жақсы барады. Біздің креміміз дайын. Басында айтып кеткенде бұл крем негізі пломбир тортының арнайы кремі. Сол себептен де келесі жолы сіздермен пломбир тортының рецептімен бөлісемін. Сіздермен болған Гүлжанат, мені қолдап каналға тіркеліп қойыңыздар. Әлі де көп рецепттер болады. Қош сау болыңыздар.